Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық ойыны арқан тарту ойынымен танысатын боламыз. Ойын ережесімен таныстырып өтейін. Ойынға мынадай арқан беріледі. Және де екі топқа балалар бөлінеді. Бұл ойын 10 немесе одан да көп балалармен де ойналатын ойын. Және де бұл ойынды ойнағанда кең жерде ойналуы керек. Ендеше осы арқанның ортасына мынадай қызыл жіп байланады. Бұл қызыл жіп қай арқанды тартқан кезде қай командаға өтеді, сол команда жеңімпаз болады. Ойын шарты түсінікті ме, балалар? Ендеше күшімізді сынау үшін ойынымызды бастайық. Балалар, ойын сендерге ұнады ма? Ендеше балалар, арқан тарту ойында жеңіске жеткен команда бұл барыстар командасы. Қанекей құттықтап қояйық. Жүресіздер, барыстар. Ал бүркіттер командасының да күші өте басым екен, иә? Жарайсыңдар, сендерге де рахмет, балалар.